Ассалаумағалейкум, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Студияда мен Мақсат Толықбай, алдымен бүгіннің бас жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Ақтөбеден тағы да тыныштық кетті. Тәртіп сақшылары мен террористер арасындағы атыстан бірнеше адам қаза тапты. Қазақстан шекарасына тағы да шабуыл жасалды. Жергілікті тұрғындардың кездейсоқ өліміне офицер кінәлі ме? Тапаншаны сынаудың жаңа түріме алматылық азамат өз пәтерінің терезесінен көшеде өтіп бара жатқан адамды неге атып тастады? Ақтөбеде тағы да дүрбелең. Полицейлердің төл мерекесі қарсаңында тәртіп сақшылары мен қарулы топ арасындағы атыстан екі қылмыскер оққа ұшып, өз қызметін орындау барысында тағы екі офицер қызметі жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Қала іргесіндегі Кірпішті ауданындағы үйлердің біріне тығылған күдіктілер өз еріктерімен берілуге қарсылық көрсетіп, оқ жаудырған. Қарулы топтың діни ұйымға қатысы барын құзырлы орган растап отыр. Осыдан 4 күн бұрын полицияға таксисті белгісіз біреулер пышақтап кеткен туралы хабар түседі. Алайда оқиға орнына келіп жеткен тәртіп сақшысының өзін бірнеше жерден атып кетеді қылмыскер. Осы оқиғадан кейін шұғыл аса қауіпті қарулы топты ұстау операциясы басталады. Қаскөйлер Ақтөбе іргесіндегі мына үйлерді жасырыныпты. Арнайы жасақ пен қарулы топтың арасында 6 сағатқа жуық атыс болды. Күдіктілер өліспей, беріспеуге бекінген. Сондықтан арнайы жасақ сарбаздар мен ішкі әскери бөлім солдаттары БТР техникасы мен мергендер тартылып соғыс алаңына айналды. Әп-сәтте алғашында ештеңе түсінбей қалған тұрғындар атылған оқтың жаңғырығы жиілеген кезде барып көшеге шыққан. Видели? Видели, все видели. А что там, Мурашка, давай туда, тут Кого-нибудь видели? Нет, только ОМОН. Куәгерлер сүннет киім киген дін өкілдері қылмыстық топпен келіссөз жүргізгендігін айтады. Ал маңайдағы тұрғындардың айтуынша сақалды адамдар бұл жерге жиі жиналатын көрінеді. Двое мужчин басында тақиясы бар жігіттердің үйге кіріп шығып жүргенін көргем. Осы арада бір жаман бақабестен бір нәрсе болды. Осы бақабестен бәрімізді түсінбейміз де, бірақ осы бақабестен қатты қорқамыз енді. Полицияға өз еркімен берілмей оқ жаудырған 3 қылмыскердің есімі де белгілі болды. 1991 жыл туған Жоламан Бекбауов, 1994 жыл туған Ғабит Құрманғұл, ең ересегі 1989 жылғы Ерназар Мырзағали. Атыс кезінде олардың екеуі қаза тауып, біреу ауруханаға жеткізілді. Тағы 2 полиция қызметкері жараланды. Операция кезінде ал қызметін орындау барысында оққа ұшқан Темірбек Жақсылықов қарулы қақтығыс күні жер қойнына тапсырылды. Оның артында 4 жасар ұлы мен жары қалды. Как вам сказать? Он был молодой. Жас сарбаз еді, тірі болса тамыз айында 33-ке толатын. Оның атасы да 40 жыл бойы полиция қатарында қызмет еткен. Жұмыстың бабымен болған жағдай ғой енді. Амал жоқ көнеміз. Бейбіт тұрғындар арасында қаза болғандар мен жәбірленушілер жоқ. Жаралы полицейлердің жағдайы да бір қалыпты қазір. Ирина Сәбитжанқызы, Қайрат Әкімбаев, информбюро 31 арна, Ақтөбеден. Ал Ақтөбе облысындағы Темір ауданының орталығы Шұбарқұдықта өткен жылы Шұбарши оқиғасы кезінде қаза тапқан полицейлерге ескерткіш тақта орнатылды. Ол кезде террористердің қолынан ішкі істер департаментінің 5 қызметкері қаза тапқан еді. Полиция сержанттары Нұрлан Алпысбай, Айдос Боранбаев, аға лейтенант Руслан Жолдыбаев, майор Айболат Иманбаев пен капитан Рустем Кенжалиннің есімдері қашалған бұл тақта Темір аудандық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдына орнатылды. Марқұм Нұрлан Алпысбайдың жары Жансая азаматының ең басты арман мақсатына жете алмай кеткен айтып қынжылады. Арман ұяламыз бе? Жұмыстан көтерілеміз. Ешқандай арман Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қаза болған полицейлер өткен жылдың шілде айында белгісіз діни ағымдардың жетегінде кеткендермен күрес жүргіземіз деп бақилық болған еді. Түнгі 12-лер шамасында белгісіз біреулер ең әуелі 2 полицей Нұрлан Алпысбай мен Айдос Боранбаев татып кеткен. Арнайы операция кезінде Арлан жасағының қызметкері мен Сұңқардың тағы бір сарбазы қайтыс болды. 9 шілде күні аяқталған арнайы операция кезінде күдікті деген 9 адам жойылды. Полиция қызметкерлері ант береді жаңағы жұмысқа кірген кезде. Оның ішінде жаңағы антында өздері өзінің жаңағы отанына, халқына жаңағы аянбай жұмыс беріп, қызмет етіп, керек болса даже өмірінде қиюға дайын болады.
Ақтөбе облысында болған бірнеше қақтығыстар кейіннен еліміздің өзге аймақтарында да қайталанады. Ал ақтөбелік полицейлер мен ислам атын жамылғандардың арасында қақтығыс 2011 жылы мамырдың 17-сі күні өзін-өзі жарып жіберген 25 жастағы азаматтың өлімінен кейін басталған болатын. Тек содан кейін ғана сақал өсіріп мешітке баратындар жіті тексеріліп, барлық діни ұйымдар тіркеуге алына бастаған. Ақтөбе облысында халық құлағынан әлі кете қоймаған оқтың дыбысы бір жыл өтер өтпестен тағы да естілетін ешкім ойламаса керек. Айда Боранбай, Баян Сағынбаева, Информбюро 31 арна. Ал оңтүстік Қазақстан облысындағы ынтымақ шекара бекетінің лейтенантына белгісіз біреулер шабуыл жасаған. Өзбекстанмен іргемізді бөлетін бекеттің офицері ол уақытта Көктерек ауылында болыпты. Көлікпен келген белгісіз бесеу қару кезеп офицерді соққының астына алған. Ол аздай өздері мінген көлікке күштеп отырғызуға әрекет еткен көрінеді. Алайда сол сәтте қорғану үшін қолына қару алған лейтенант сол маңайда өтіп бара жатқан ауыл тұрғынын жарақат тапты. Салдарынан оқ тиген азамат аурухана төсегіне тілге келмей көз жұмды. Арқан кергеннен басталған адам өлімі айға толмай жатып тағы қайталанды. Іргемізде тағы да мылтық атылып, тағы бір азамат қанған оқтың құрбаны болды. Шекара қызметкеріне қару кезеп шабуыл жасаған топ офицердің алдымен аспанға, артынша көлік дөңгелегін атқан оғынан соң оқиға орнынан іздерін суытып үлгерген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша қарақшылық жасаған топ мінген көліктен суық қару табылған. Ал түрлі дәрежедегі жарақат алған офицерге медициналық көмек көрсетілген. Қазір бұл оқиғаға қатысты тергеу басталып, полиция белгісіз бесеудің аты жөнін анықтап қамауға алу шарасын қолға алды. Алматыда жантүршігерлік оқиға болды. 29 жастағы азамат өз пәтердің терезесінен ауладағы адамдарға қасақана оқ атып, кесірінен бір азамат оқиға орнында ажал құшты. Ал танымайтын адамға оқ кезенген күдікті өз кінәсін қазір мойындап отыр. Ұсталған азаматтың психикасы бұзылған болуы мүмкін дейді құзырлы орган. Бұл оқиға Алматыда жүйке жүйесі сыр берген азаматтардың қасындағы адамдарға қиянат жасап отырған бір аптадағы осымен екінші жағдай. Темір тұлпарын көлік тұрағына қойып, 4 қабатты үйдің кіреберісіне кіре берген сәтте, мұна терезеден атылған кездейсоқ оқтың құрбанына айналған азамат 34 жастағы Алматы облысының тұрғыны Дархан Қилыбаев. Ол басына тиген оқтан оқиға орнында тілге келмей көз жұмған. Ал жазықсыз жанды жазым еткен күдікті қылмысына қайғырып отырған жоқ. Керісінше атасынан қалған аңшы мылтық тоқтап, аулада қарасын көрсеткен алғашқы адамға қасақана тіктегенін ашық айтады. Алайда ажалмен бетпе-бет келген азаматтың кім екенін білмеген айтуынша. Ал құзырлы орган қызметкерлері іс-әрекетіне есеп бермей, терезесінен оқ кезенген күдіктінің ақыл-есі кем болғандықтан психоневрологиялық орталықта тіркеуде тұруы да мүмкін дейді. Ал оқыс оқиғаның куәгерлері болған көршілер Руслан есімді азаматтың шын мәнінде науқас екенін айтады. Я так ничего плохого не скажу. Я единственное только знаю, что он болен. На днях, говорят, убили человека, но кто он, что он, кого убили, не знаю. Бірінші қабаттағы пәтерінің терезесінен оңды-солды оқ атып, есерсоқтық танытқан ересек адамның қолындағы қару да ешқайда тіркеуде болмай шыққан. 29 жастағы ұсталған азамат психикалық ауруға шалдыққан расталса да, адам өлтіру фактісі, яғни қылмыстық кодекстің 96-шы бабы бойынша бас бостандығынан айырылады. Егер оның арнайы психологиялық сараптаманы жүргізу барысында оның жүйке ауруына шалдыққан мәлім болса, оны арнайы санатқа жатқызылып, ол арнайы клиникада өзінің жазасын өтейтін болады. Қалай болғанда да қасақана кісі өлтірген күдікті жазасын тартатын болады. Илмар Салих, Данияр Жүсіпов, Азамат Жаныспаев, Информбюро, Алматы. Ақмола облысындағы жол апаты 5 бірдей адамның өмірін жалмады. Астана-Петропавл тас жолының 257 шақырымында 2 Мерседес соқтығысып, соның салдарынан бір көлік жанып кеткен. Қос Мерседестің екеуі де Көкшетауға бет алған. Мерседес 320 көлігінің иесі арқашты сақтамай алда келе жатқан Мерседес Бенз соққан. Соның салдарынан алдағы машина жанып кеткен. Көлік ішінде болған 5 адамның барлығы да оқиға орнында көз жұмды. Отқа оранған Мерседестің жүргізушісі 1983 жылы туған көкшетаулық болып шықты. Оның қасында отырған жанның мүрдесін жұбай анықтаған. Ал артында 3 әйел адам болған деген болжам бар, бірақ оларға қатысты мәліметтер әлі нақтылануда. Мерседес 320 көлігінде болған Омбы қаласының азаматы жамбас сүйегі зақымданып, Бурабай аудандық ауруханасына жеткізілген. Көлік иесі мен тағы бір жолаушы аман қалды. Қазір Мерседес 320 көлігінің жүргізушісі 1982 жылы туған Астана қаласының тұрғынына қатысты қылмыстық кодекстің 296 бабының 3 бөлігі бойынша іс қозғалды. Айта кету керек, медицина сараптамасы арқылы жүргізушінің спирттік ішімдік ішіп алғандығы анықталған.
Ал Қарағанды облысындағы Шахтинск қаласында бірінші сынып оқушы тоққа түсіп қайтыс болды. Көше бойында жатқан жоғарғы вольтты сымды қолмен ұстап алған бала сол жерде тіл тартпай кеткен. Оқушы 10.000 вольттық электр сымын қолмен ұстап алған. Нәтижесінде оның денесінің 90%-ын күйік шалады. Оқиға орнына жедел жеткен облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері электр қуатынан болатын күйіктің ең ауыр түрі деген айтқан. Әзірге белгілі болғанда электр сымның тұрғын үй кіреберіс маңында көп қабатты үйдің ауласында жатқан анықталды. Шахтинск полицейлері бала өлімін алып келген жоғарғы вольт электр сымының бұл жерге қайдан жатқанын қазір анықтап жатыр. Ал Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының тай-тұяғындай бұршақтан зардап шеккен халқы мемлекеттен ешқандай көмек алған жоқ. Бұл ауылдарды комиссиямен бірге аралап шыққан аудан әкімі Ерлан Текешев құжаттарыңды дайындаңдар дегеннен өзге ештеңе айтпаған. Ал тұрғындар болса шатыры, терезесі мен көліктерін жөндеуге миллиондаған қаржыны қайдан аларын білмей отыр. Бұршақтан кейінгі үйінің жағдайын түсіріп, редакциямызға жолдаған Қызылкесік тұрғыны ауған соғысының ардагері Дүйсен Ишкеновтың айтуынша табиғат апатынан үйі тұруға мүлде жарамсыз болып қалған. Шатырын тесіп өткен бұршақ үйдің төбесін ішіне түсіріп, қабырғаларын құлатып кеткен. Ал бұған дейін тұрғындар үйлерін сақтандырылмаған деп әкімдіктің өтемақы төлеуден бас тартқанын айтып шағымданған болатын. Бұл ауылда 353 үй шатырсыз қалып, 70-тен астам көлік бүлінген. Халық енді жергілікті билік мәселені шешпесе, президент пен парламентке хат жазамыз деп отыр. Ал Қытайдың оңтүстік батысында 6,5 балдық жер сілкінісі болды. Соңғы мәлімет бойынша зілзаладан 4 адам қаза тапқан, 100-ден аса адам жарақаттанған. Жер сілкінісінен үйлер қирап, Юньнань елді мекенде түгелдей байланыс үзілген. Жерасты дүмпуінің кіндігі жергілікті уақытқа сәйкес таңғы 8-дер шамасында Юньнань провинциясында тіркелген. Табиғи апаттан әсіресе Юньнань қаласы қатты зардап шеккен. Мұндағы көптеген ғимараттар, оның ішінде бірнеше мектеп жермен жексен болды. Елді мекендердегі байланыс жүйелері істен шыққан. Қазір аймақта құтқару жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Үйінділерді аршуға жауынгерлер жұмылдырылған. Сондай-ақ жергілікті тұрғындар атсалысуда. Жамбыл облысы Талас ауданына қарасты Ақкөл ауылына ауыз су жүргізген Ақпар серіктестігі жұрт сенім селкеу түсірді. Былтыр берілуі тиіс тіршілік нәрімен тұрғындар әлі нәр татпады. Көптің көңілін жұмыс сапасы күптеткен. Қазылған құдықтардың 3-тен 1 жарамсыз. Тақырып тізгіні Нұрадин Рахайда. Жұртты мердігер мекеменің немкетті ниетін алытты. Істі сөз бүйдоға салып, созбақтаған серіктестіктің желбеу сөзінен жалықты. Тендерде өзген тең көрмеген Ақбарыс мекемесі межелі уақытта тірлікті тиянақтай алмады. Қазылған 401 құдықтың тең жартысына жуығында жер асты суы тартылмай тұр. Атына затса емес Ақбарыс фирмасы жеңіп алып, атынан атыркет. Сол фирма жұмысты ондырып атқан жоқ. Мына ауылымызға тартылған трассасын бәрі дұрыс емес. Ақкөлдіктердің алаңдауы бекер емес. 2004 жылы ауыз суға бөлінген 183 миллион теңгеден өнген тірлік болмады. 4 жыл салып тағы 58 миллион теңге бөлінген. Мұнда да тендерде отқандар тамағын жеп табағын теуіп кетіпті. Аузы күйген ауылдықтар 3-ші кезеңді жүргізген мердігерде алдыңғылардың кебін киема деп алаңдайды. Ауылдың әкімі де, басқаның да сөздерін беріп отқан ақпараттары жалған. Су келген жоқ әлі. Бүкіл ақшаны қалтаға ұрып отырмыз, білмейміз. Берекетсіздіктің белін сындыруға бел буған жергілікті билік жоқ дейді жұрт. Істің көзін таппай, сан түрлі сөзін тапқан серіктестік құдықтағы суды құрғата алмайды ал. Қызығы да қарашаны қынжылтатын да мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері толық қол қоймастан өткен жылы мердігерге бар қаражат аударылған. Бұл жерде пирамида бар. Ол пирамидада әрине ең бірінші Айтқазы Дәулетқұлұлы тұр. Одан кейін Ирлан Жұбынысов тұр. Алматы қаласының Мансұр деймі тағы біреу тұр. Там 5 пирамиданың бастықтары ақшаны жеп кетті. Жауапты мамандар бар мәселені жер асты суының деңгейін тексергенде қате кеткен дейді. Біріншіден, жер асты суының деңгейі жоғары. Бұл жерде әу бастақ жобалау дұрыс болмаған. Жобауда өте көп кемшіліктер бар. Геологиялық зерттеулер дұрыс болмаған. Жүргізген су жүйесінің шарапатын көру үшін шыдам шырағын жағуға тура кеп тұр. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Жамбыл облысынан. Ал қазақтың бір топ қабырғалы қаламгерлері жазушылар одағының басшысы Нұрлан Оразалиннің орнынан кетуін талап етеді. Олардың қара шаңырақты 15 жылдан астам уақыт басқарған әріптестеріне өкпелер қара қазандай. Айтуларынша осы уақыт аралығында ұлттың сөзін сөйлейтін жазушылар одағы ештеңеге сөз өтпейтін ынжық ұйымға айналған.
Бүгін жазушылар одағында өткен алқалы жиында күз айында жүретін құрылтай мәселесі қозғалды. Алайда қаламгерлерді қызықтырғаны биыл Нұрлан Оразалин төрағалық тағынан түсе ме, кетсе орнына кім келеді деген сұрақ болып отыр. Нұрланда бір шамалы бір ыңғайсыздық, бір ұят болу керек қой. 16 жыл басқарды. Жиын барысында сөз бермесеңдер кете беремін деп ренішін білдірген жазушы Қабдеш Жұмаділов одақтың бүгінгі жұмысына біраз сын тақты. Мұндай жиында алдын ала дайындалған адамдар ештеңені батырып айтпайды дейді ол. Әзірге қаламгерлердің пікірі екіге жарылып отыр. Нұрлан Оразалин енді бұл қазір 15 жылдан артық уақыт одақты басқарып отыр. Енді алғашқыда бұл кісі бұған дейін де үлкен қызметтер жасады. Егемен Қазақстан редактор болды, жоғарғы кеңестің депутаты болды, басқа да үлкен қайраткер азамат. Қаламгерлеріміз қаузаған мәселе көп. Қаламақы, кітаптар алымы, тұрғын үй, жас әдебиетшілерді қолдау және тағы басқасы. Алайда жиынды аяғына жетпей тастап кеткен жазушы Дулат Исабековтың айтуынша, бұл мәселелер халықты еш қызықтырмайды. Дәл халықтың көкейінде тұрған бүгінгі мәселе, оны өздеріңіз білесіздер, елдің шекарасындағы оқиғалар, кеше Жаңаөзендегі оқиғалар, одан кейінгі Ресей Думасындағы көтерілген мәселе. Сонымен алдағы күз айында Қазақстан жазушылар одағының жаңа басшысы сайланады. Қазіргі төраға Нұрлан Оразалин орнында қалама қалмайма белгісіз. Бірақ ұлттың ұлы мұраты жолында бір төбенің басынан табылуы тиіс. Қаламгерлеріміздің бір бармағы бүгулі. Мақсат Мәліков, Нұрбол Қызықбаев, Алмас Бестенбеков, Информбюро, Алматы. Жаңалықтарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Май көлігінен абай бол. Шымкент полицейлер су жаңа көлікке мінді. Евро 2012-ның жартылай финалистері анықталды. Басты фаворит кім? Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Шымкентте Қазақстан ішкі істер органының 20 жылғына арналған салтанатты шеруде мерейтой елдеріне 200-ден астам қызметтік көлік табыс етілді. Жиынға еліміздің басқа өңірлерінен қонақтар шақырылған. Ал жергілікті тұрғындар кештің бас куәгері болды. «207 су жаңа автокөліктердің кілтін облыс әкімі Асқар Мырзахметов табыстады. Оған қазынадан 600 миллион теңге жұмсалған. Техника түгелдей арнайы қондырғылармен жарақтандырылған. Полиция қызметкерлерінің күні деген кәсіби деңгейінің, осы кәсіби мерекесі күні болды. Сондай-ақ қоғамдық тәртіпті күшейту және қылмыстың алдын алу мақсатында биыл 82 учаскелік полиция тірегі арнайы ғимаратқа ие болған. Құқық қорғаушылардың айтуынша өңірде өткен жылдармен салыстырғанда ауыр қылмыстар анағұрлым азайған. Мен өзім қанша жыл осы жерде жұмыс істеп көрмедім. Осынша көлік беріліп, милиция қызметкерлеріне осындай көмек берген. Осы жылы қатарға қосылған мамандардың 36-сы спорт шебері де, 24-і жоғарғы білімді жас маман. Қонақтарға арнап Арлан арнайы жасағы, бүркіт жауынгерлері және кинологтар мен саперлер өнер көрсетті. Біз 41-ші жыл қатыстық соғысқа. Содан 47-ші жыл қайттық. 7 жыл. Так, онда қызықтар тірлік көп, архив селі. Сонымен қатар толықтай жабдықталған жылжымалы шұғыл басқару орталығы көпшілік назарына ұсынылды. Жәния Осерқұл, Мира Сүлеймен, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Шымкент. Кәрі құрлық жанкүйерлерінің жарғақ құлағын жастыққа тигізбеген дүбірлі доп додасы шарықтау шегіне жетті. Турнирде үздік 4 ұжым ғана қалды. Жартылай финалға алғаш болып Португалия құрамасы қадам басса, олардың артынан Германия мен Испанияда өтті. Ал өткен түні Англия мен Италия аяқ топшылары бәсек өткізіп, жартылай финалдың соңғы қатысушысын анықтады. Англия мен Италия футболда бұл ел өкілдері үлкен державалар болып саналады. Бай тарихтар мен есте қалар жеңістері бар құрамалар биылғы Еуро барысында жолдар түйіскенде болжам айтушылар өте көп еді. Бірақ олардың бірде-біреуі нақты біреуін фаворит деп көрсете алмады. Шындығында да солай. Осы ширек финалда қос тараптың да жалынды жартылай финал жолдамасынан үміттері зор болды. Кездесу тартысқа толы өтті. Матчтың бірінші минуттарынан ағалма кезек шабуылдар ұйымдастырылды. Алғашында Италия құрамасы сапынан Даниэле де Росси қақпа бағанасын дәл көздесе, артынша Англия сапынан Джонсон оңтайлы сәтті мүлт жіберді. Ары қарайда матч осындай сценариймен өрбіді. Қос тарап үсті-үстіне мүмкіндіктер туындатып жатса да, қақпашылардан айласырып кете алмады. 15 минуттан тұратын қосымша экстра таймда жеңімпазды анықтап бере алмады. Нәтижесінде төрешілер ойын соңындағы пенальтиге жүгінді. Бұл футбол лотереясында Сквадрадзураның жолы болды. 4-2-мен жеңіске жеткен олар жартылай финалдан орын алды. Сонымен алда небәрі 3 кездесу қалды. 2 жартылай финал және финал. Ақтық сынға жолдама берілер кезеңде Португалия құрамасы Испаниямен бақ сынасады.
Пиренейлік дербиде испандықтар бас фаворит. Өйткені олар әлем және Еуропа чемпиондары. Ал Португалия тағы да сол жарқын жұлдыздары Криштиану Роналдоға үміт артпақ. Германия мен Италия жұбында немістердің шоқтығы биік. Әйтсе де әйгілі Катеначчоны ойлап тапқан итальяндықтарды айқын аутсайдер деуге мүлде келмейді. Жартылай финалдық бәсекелер ертең бастауын алады. Ержан Көшкімбаев, Информбюро. Сізге әрдайым тек қана жақсы хабар жеткізілсін. Samsung Galaxy S3 жақсы кеш, жақсы оқиғалар тілейді. Ал кешкі сағат 9:30-да Қызым қайда атты түрік сериалының премьерасы. Түркияның ең бай кәсіпкердің отбасындағы драманы 31-ден көре аласыздар. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алда жарнама, және орай мәлімет. Келесі өскенше аман сау болыңыздар.